Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Бүгін сіздермен 21 қыркүйек есте қалар оқиғалармен бөлісетін боламын. Халықаралық бейбітшілік күнін Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы 1981 жылы бекіткен болатын. 2002 жылдан бастап атап өтіледі. Халықаралық бейбітшілік күнін 21 қыркүйекте мерекелеу туралы шешім Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясының 55 сессиясында қабылданды. Бас ассамблея бұл күн бүкіл әлемде зорлық-зомбылықтан бас тарту және соғыс отын тоқтату күні болсын деп жариялаған болатын. Барлық елдерге осы күні әскери қимылдар жүргізбеу ұсынылды. Жыл сайын 21 қыркүйекте Біріккен ұлттар ұйымында дәстүрге сай бейбітшілік қоңырауы жанындағы салтанатпен басталатын түрлі шаралар өткізіледі. Салтанат рәсімі Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысының арнау сөзімен басталып, сосын ол қоңырауды ұрады. Сонан соң 1 минуттық үнсіздік орнап, Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінің төрағасы сөз арнайды. Халықаралық Альцгеймер ауруы туралы ақпар тарату күні бұл ауруды зерттеумен және оның дамуын бәсеңдету жолдарын іздеумен айналысатын ұйымдардың бастамасымен құрылған. 1993 жылы Қазақстан Республикасы мен Албания Республикасы арасында дипломатиялық қарым-қатынасты орнату туралы нота алмасу өтті. 2001 жылы Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан-Ватикан қарым-қатынастарын дамытуға қосқан елеулі үлесі екі мемлекет арасындағы сан тарапты байланыстарды орнатуға тигізген ықпалы үшін Ватиканның мемлекеттік хатшысы Анджело Садоны бірінші дәрежелі достық орденімен марапаттау туралы жарлыққа қол қойды. 2011 жылы Нью-Йоркте Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының 66 сессиясы өз жұмысын бастады. Оған Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев қатысты. 2012 жылы Мадридте Қазақстан және кино 1970-2011 жылдар аралығындағы цикл ашылды. Оның аясында қазақстандық режиссерлердің жұмысы көрсетілді. Циклге Қызғалдақ, Қыз жібек, Көшпенділер, Мұстафа Шоқай, Қош бол, Гүлсары және тағы басқалар кірді. 2014 жылы Батыс Қазақстан облысы Теректі ауданы аумағындағы Тақсай қорғанынан 2012 жылы ақсүйек әйелдің қабірі табылған болатын. Оның бейнесі қалпына келтіріліп, алтын ханшайым деп аталған көрме Батыс Қазақстан облыстық тарихи-өлкетану музейіне қойылды. Сонымен қатар, көрмеден біздің дәуірімізге дейінгі 6-5 ғасырларға жататын ақсүйек әйелдің аса құнды әшекейлері мен тұрмыстық бұйымдары да орын тапты. 2016 жылы Павлодарда облыс әкімдігі Павлодар мемлекеттік педагогикалық институтына берген ескі ғимаратта археологиялық орталық ашылды. Оған белгілі археолог, әлемге әйгілі тарихшы Әліки Марғұланның есімі берілді. 2017 жылы Қарағандыдағы Жұлдыздар аллеясы Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, халықаралық түркі мәдениеті ұйымының бас хатшысы Дүйсен Қайсенов атындағы жұлдызбен толықты. Аллеяда ашылған 8-ші атаулы белгінің атты құрметті кітапқа енгізілген. 2017 жылы Қазақстан халықаралық зейнетақы және әлеуметтік қорлар қауымдастығында көш бастап тұр. Қазақстан осы жылы ТМД елдерінің әлеуметтік сақтандыру қорларын біріктіретін біздің серіктестік ұйымымыз лайықты түрде басқарды. Қазақстанның еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігі басшылығының әлеуметтік жүйені дамыту стратегиясын қалыптастыру кезінде басқа елдердің тәжірибесін ескеруге тырысатыны қуантады. Бұл қолдау қажет, прогрессивті және заманауи тәсіл. Өйткені әлеуметтік қорғау бұл қазіргі жағдайда икемділікті талап ететін ең күрделі механизм, деп атап өтті халықаралық әлеуметтік сақтандыру қауымдастығының бас хатшысы Ханс Хорст Конколевский. 2018 жылы Алматыда қазақ музыкасының антологиясы таныстырылды.
Қазақ музыкасының антологиясы бұл Қазақстанда алғаш рет классикадан қазіргі заманғы композицияларға дейін 4К түсірілімін қолдана отырып жасалған 30 аспаптық шығарманың кәсіби бейне жазбалары. 2018 жылы Қазақстанда тұңғыш анаға тағзым рухани өнегелік тәрбиелеу орталығы ашылды. Туған жерге тағзым акциясы аясында демеушілер мен облыс тұрғындары есебінен 350 миллион теңгелік бірегей жоба жүзеге асырылды. Осымен бүгінгі атаулы күндер айдары өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.